Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл видео каналымда болуы тиіс деп есептеймін, сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға алдымен жылы сүт және суды құйып аламыз. Бұл жерде тек қана жылы суды қолдансаңыздар да болады. Одан кейін оның үстіне қант, ашытқы және тұз, майонез қосатын боламыз. Немесе қаймақ қосуларыңызға болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне 2 ас қасық сұйық май құямыз. Одан кейін ұнды қосамыз. Ұнды қамырға байланысты қосатын боламыз. Яғни қаншалықты біздің қамырымыз ұнды алады, соған байланысты. Бұл жерде 800 грамм кетуі мүмкін, немесе 700 грамм кетуі мүмкін. Әр кезде әртүрлі. Қамырымыз ісіп болғаннан кейін оның үстін пищевая пленкамен немесе орамалмен жауып қойсаңыздар болады. 1 сағаттай тұруы қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 1 сағаттың ішінде біздің қамырымыз осылай көтеріліп шықты. Немесе оны бірнеше сағатқа қойып, қайта-қайта басып тұруларыңызға болады. Қамырды алғанда 2 қолымызды майлап аламыз, және де бұл жерде мен ешқандай ұн қолданған жоқпын. Енді қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыз ондай қатты қалың болмауы тиіс. Дәл видеодағыдай жайсаңыздар болады. Жайып болғаннан соң осылай дөңгелек формасын шығарып алдым, немесе кессеңіздер де болады.
Оны болғаннан кейін ыдысымыздың үстіне қойып 15 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Одан кейін барып майға қурай берсеңіздер болады. Екі жағын қызартып алып, әрқайсысын пісіріп аламыз. Осымен бізде бауырсақтар дайын. Мен бауырсақтардың пісіру жолын видеоға түсіре алмадым, дегенмен оны әрқайсыңыз біледі деген ойдамын. Осымен бізде бауырсақтар дайын. Баршаңызға осы рецептпен жасап көруге кеңес берем. Алдағы уақытта осы сынды рецепттер көп болады, сондықтан каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.